Қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге шырағай бағдарламасын көрсеткім келіп отыр. Ең алдымен осылай интернеттен шырағай деп іздейміз және де кіру батырмасын басып логин парольмен кіретін боламыз. Бұл жақта бұл платформа ақылы болып табылады. Бір жылдық төлемақысы 80 мың теңге қателеспесем. Бірақ қазір мұның өзінің бағасына тұралықта екенін көрсеңіздер болады. Ең алдымен осы шырақ туыс деген бөліміне кіретін болсақ, бұл жақта әртүрлі тақырыптарға байланысты жобалар жасауға немесе тапсырмалар құрастыруға болатыны көрсетілген. Келесі ыбырай-бот. Ыбырай-бот біздегі осы қазір қолданып жүрген ChatGPT сияқты жасанды интеллекттердің орнын алмастыра алады. Яғни біз оған кез келген бір сұрақ жіберетін болсақ, ол оған осындай түсініктемелер жазатын болады. Және де біз оған әртүрлі тест құрастыру керек, немесе тапсырмалар, қандай тапсырма алу керек, соны жазатын болсақ, ол бізге сондай тапсырмалар құрастырып беретін болады. Біз оны тек қана Word-қа немесе өзімізге керек Quizy сияқты бағдарламаларға салсақ жеткілікті. Мұнда біз қазір 7 сынып оқушыларына тест құрастыр деп белгі бердік. Ал ол бізге осы бар жоғы 30 секундтың ішінде құрастырып беретін болады тестті. Мұнда көрсеңіздер болады. Ал енді келесі бізде тұлға. Яғни мұнда біз өзіміздің дауысымызды немесе текст түрінде хабарлама қалдырып, осылай бейнеге сөйлетсек болады. Бұл платформада тек қана тапсырма жасау емес, сонымен қатар мұғалімнің өзіне де осындай біліктілігін арттыруға әртүрлі құралдарды пайдалануға болады. Осыдан кейін бізде презентация жасасақ болады, яғни бізде мұнда қандай сабаққа презентация жасау керек, сол сабақты таңдаймыз, оның тақырыбын, сыныбын, пәнін және сабақтың мақсатын жазсақ болады. Және де түсініктірек болу үшін бізге қандай тапсырмалар керек, осының барлығын тізіп жазып шығатын болсақ, бұл жақта бізде өте аз уақытта 1 минутта, яғни презентация дайындап алуымызға болады. Мұнда көріп отырғандарыңыздай біз аты жөнімізді, мектебімізді және де сабағымыздың мақсатын жаздық. Осымен қоса дамытушылық мақсаттар, тәрбие мақсаттарын да қосып жазатын болсақ, бізде презентациямыз өзіміздің ойымыздағыдай шығуына үлкен көмегін тигізеді. Яғни сіздер қандай мақсатта презентация жасағыларыңыз келеді, сабақтың мақсаты қандай, сол мақсатқа лайықтап жазып береді. Әрине бұл жасанды интеллектке ұмытпауымыз керек. Сондықтан да бұның ішінде кішігірім қателер де болуы мүмкін. Сондықтан біз өзімізге керекті жерлерін алып, керек емес жерлерін кішкене түзетіп алсақ болады. Яғни біз бұны PDF ретінде емес, PowerPoint-та аша алатындай, яғни PPTX форматында сақтап алсақ болады. Яғни ол форматта сақтап алғандықтан біз кез келген жерін өзгерте алатын боламыз. Мынау міне бізде жасап берген презентация, яғни 10 беттен тұратын. Бұл жердегі, яғни енді біз өзімізге керек жерлерін аламыз, керек емес жерлерін өзгертетін боламыз. Және сонымен қатар бұл жақта бізде әртүрлі дайын ойындар көрсетілген. Яғни бірінші біз айтатын болсақ, мұнда пәндер көрсетілген. Осының ішінен өзімізге керек пәндерді ашып, сол жақтан сыныпты таңдап, дайын ойындарды оқушыларға ойнатсақ болады. Яғни бұл біздің уақытымызды әлде қайда үнемдеуге септігін тигізеді. Мұнда біз жаңағы 7 сыныптың кез келген бір тақырыбындағы ойынды ашып көретін болсақ, міне осындай Word-волдағы ойындар ашылатын болады. Және де кері байланысқа біз қолдана аламыз бұл платформаны. Яғни мұнда сыныбыңызды және оқушылардың тізімін бір рет сақтап қойсаңыз, кейінгі уақыттарда сіз оны қолдана беретін боласыз. Мұнда біз қазір көрсетіп жатырмын қалай жасау керек екенін. Осылай оқушылардың атын тізіп жазамыз кезекпен кезек. Содан кейін оны сақтап, және де біз оны алдағы уақытта қолдана беретіндей боламыз. Яғни мұнда біз мұғалім оқушыларды бағалауға болады, немесе оқушылар мұғалімді бағалауға болады. Яғни осындай QR-кодты оқушылар сканерлеу арқылы мынау жанында берілген белгілер бойынша бағалайтын болады. Мұнда біз нақты әрі тиімді қолдансақ болады. Осыдан кейін бізде түсіндірме бейнелер, яғни бұл платформада қай бағдарламаны қалай қолдану керек, соны түсіндірілген видеолар бар. Осыдан кейін біз көрнектіліктер бөліміне өтіп, яғни мұнда да әр пәнге жеке-жеке көрнектіліктер қарастырылған, сонымен қатар мұнда сынып сағатына да көрнектіліктер бар. Осылай біз өзіміздің тақырыбымызға сай көрнектіліктерді алып қолдансақ болады. Келесі бізде дайын ресурстар. Мұнда өзіміздің пәнімізге байланысты ТЖБ-ларды немесе КМЖ, БЖБ-ларды қарастырсақ болады. Мұнда біз кез келген бір БЖБ-ны аштық және де оны
осылай көрсек болады. Яғни біз оны өзіміздің тақырыбымызға ыңғайлап өзгертіп алсақ болады. Келесі бізге сергіту сәті. Сергіту сәтіне арналған осындай кішігірім видеолар бар. Яғни осыны біз сабақ үстінде қолданатын болсақ өте тиімді әдістердің бірі болатын еді. Ең соңғысы осы математиктарға арналған 3D әдістер. Яғни біздер геометриялық денелерді көрсеткен кезде балаларға көрнекі түрде осылай 3D форматында көрсете аламыз. Көріп отырғанымызда біз бұл бағдарламаны тек қана сабақтың белгілі бір бөлігінде емес, сабақтың кез келген уақытына ыңғайластырып, және де кез келген пәнде қолдана аламыз. Меніңдегі қазір көрсетіп отырған бұл математика, яғни алгебра, геометрия сабақтарына бейімделген нұсқасы, ал әр пәнге өзіне бейімделген нұсқасы әрине болады. Және де бұл біздің уақытымызды әлдеқайда үнемдейді, және де ең бастысы бұл 100% қазақ тіліндегі платформа.